Hi guys, how are you? Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы can немесе can't, cannot модальды етістіктері жайлы болмақ. Жалпы can немесе can't modal verbs модальды етістіктері біреудің бір нәрсені істей алу немесе істей алмау қабілетін көрсетеді. Мысалы, сіз біреуге can you speak English? Сен ағылшынша сөйлей аласың ба десең, ол егер сөйлей алатын болса, yes, I can speak English деп жауап береді. Осылай can модаль етістігі арқылы біз ағылшын тілінде сөйлей алатынымызды солай жеткізе аламыз. Ендеше сабағымызды жалғастырайық. Қазір мен сіздерге үстіңгі бағанға can, can't сөздеріне мысалдар келтірдім, және оның астыңғы бағанына сол мысалдарды аша түсетін сөйлемдерді жазып кеттім. Ендеше соларды талдайық. You can speak English. Сен ағылшынша сөйлей аласың. Бұл жерде бізде үшінші жақ, екінші жаққа байланысты present simple'дағыдай етістігіміз өзгермейді. Тек қана біз оның аудармасын білсек болды, сол күйінше түседі. Мысалға speak ешқандай s, ing-сіз өзі ғана тұр. You can speak English. Сен ағылшынша сөйлей аласың. Ал бұл мысалдың мағынасын аша түсетін болсақ, you know how to do something. Сен бір нәрсені істей аласың. Сен жасай аласың деген сөз болып аударылады. Яғни сен ағылшын тілінде сөйлей аласың. Ары қарай I can't play chess. Play ойнау, chess шахмат. Canға not жалғау жалғанып тұр. Бұл жерде енді мен жасай алмаймын болып, істей алмаймын болып аударылады. I can't play chess. Мен шахмат ойнай алмаймын. Бұл мысалды аша түсіндіретін болсақ, I don't know how to do. Яғни мен бұл нәрсені істей алмаймын, қолымнан келмейді. Мен шахмат ойнай алмаймын деп тұр. Can you help me? Өтінемін, маған көмектесе аласың ба? Бұл мысалдың талдамасы please do it. Сен осы нәрсені істейші. Істей аласың ба деп өтініш жасап тұр. He can come with you. Ол сенімен бірге келе алады. With you. It's possible for him. Олай жасауға мүмкіндік бар. Яғни солай істеуге болады. You can stay here. Оның осында қалуына болады. Немесе осында тұруына. It's permitted. Оған рұқсат етілген. Яғни олай жасауына, осында қалуына рұқсат берілген деген мағынада қолданылады. Can I work with them? Сұраулы сөйлем болғандықтан can бұл жерде алдына қарай шығып тұр, ол түсінікті. Can I work with them? Мен олармен бірге жұмыс жасасам болады ма? Is it okay if I do it? Егер мен солармен бірге жұмыс жасасам, бұл нормально ма? Яғни бұл дұрыс па? Деген мағынада осылай сұрап тұр. Жалпы can, cannot мағынасы осылайша түсіндіріледі. Сонымен достар, what can you do? Сіздер осының қайсысын істей аласыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Осымен біздің бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда көріскенше видеоларымызға лайк басып, пікір қалдырып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Goodbye.